Балды торт ауызда еритіндей болу үшін мен көрсеткен мөлшерді және кеңесті қолданып көріңіз. Алдымен ыдысымызға балымызды салып ерітіп, үстінен бір шай қасық ас содасын салып, дәл осындай карамельді түске енгенше тоқтатпай араластырамыз. Енді газдан алып, үстінен ыстық күйінде сары майды салып ерітіп аламыз. Бөлек ыдысқа бөлме температурасындағы 4 жұмыртқаға аз-аздан шекерді салып, дәл осылай шайқап аламыз. Жұмыртқа міндетті түрде бөлме жылуында болса және миксерлеріңіз өте жақсы жұмыс жасайтын болса, жұмыртқа дәл осылай 2 немесе 3 есеге ұлғайып көпіршіктенетін болады. Енді үстінен дайындап алған карамельді балымызды құйып аламыз. Егер ол суып қалған болса, міндетті түрде газға қойып жылытып алыңыздар. Салқын күйінде құятын болсаңыздар, ол карамель сияқты қатып қалуы мүмкін, яғни жабысып қалуы мүмкін. Барлығын бірден құймаймыз, 2-3-ке бөліп аз-аздан құйып, дәл осылай араластырып аламыз. Енді төменде көрсетілген мөлшердегі ұнды саламыз және жеңіл әрекеттермен дәл осындай силиконды қазақпен араластырып аламыз. Венчикпен және миксермен араластыруға болмайды. Дәл осылай болғанға дейін араластырасыздар және арасында көріп тұрғандарыңыз ол ешқандай да ұнның түйіршігі емес, жай ғана өзінің көбіртері осындай жарылып басталады. Енді противенге құйып аламыз және қызып тұрған пеште 25-30 минуттан көп ұстамаймыз. Енді қоржды ортасынан теңдей бір бөліп алып, бірін-бірін үстіне орналастырып, артық жерлерін біркелкі етіп кесіп алып қоямыз. Енді әр қоржды ортасынан 2-ге бөліп аламыз. Қорждарды толықтай суығаннан соң барып кессеңіздер, өте әдемі кесіледі. Керемет үйлесетін қайнатпалы крем дайындаймыз. Ыдысымызға шекерді жұмыртқаны салып, түйіршіксіз болғанға дейін араластырып, сүтіміздің кішкене бөлігін құйып, көкөрозды крахмал салып аламыз. Тағы да жақсылап түйіршігін жазып алып, үстінен қалған сүтімізді де құйып, газға қоямыз. Асты бірден жабысып кетуі мүмкін, сол себепті тоқтатпай араластырып, дәл осылай қайнап шыққаннан соң бөлек ыдысқа құйып, бетін жауып суытып аламыз. Творожный сырды миксермен шайқап, үстінен суытып алған кремімізді аз-аздан салып, тағы да жақсылап шайқаймыз. Сол кезде біздің крем өте дәмді болып шығады. Енді әр қорждың арасына 4-5 қасықтан дәмді кремімізден салып, әр қайсысы біткенге дейін қайталаймыз. Қорждың кесіп алған артық жерлерін блендермен ұсақтап, дәл осылай сәндеп шығамыз. Бір түнге холодильникке қалдырғаннан соң формасын өте жақсы ұстайтын балды тортымызды кесіп дәмін көрсеңіздер болады. Рецепт пайдалы болған болса, міндетті түрде сақтап алыңыздар және жақындарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін біз сіздермен бірге дәмі өте ерекше әрі нәзік болып шығатын ерекше рецептегі балды тортты әзірлейтін боламыз. Лайктарыңызды аямай, видеоны соңына дейін қараңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай торт өте ылғалды әрі өте нәзік болып шығатын болады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен әзірлеп көріңіздер. Каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, лайктарыңызды аямай, дәл осы қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Сол кезде менің жаңа шыққан видеоларым сіздерге ашылып отыратын болады. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен тортымыздың кремін дайындап суытып қоюымыз қажет. Ол үшін бізге көрсетілген мөлшердегі шекерімізді кастрөлге салып, отқа қоямыз және де кішкене араластырмай қойып тұрған кезде дәл осылай карамельді түске еніп, шекеріміз еріп бастайды. Сол кезде 1-2 араластырып жібереміз. Дәл осылай алтын түске енген кезде жылы сүтімізді үстінен құятын боламыз. Сүт алдын ала қыздырып алыңыздар. Мұздай салқын сүт құятын болсаңыздар, қантымыз қатып қалуы мүмкін. Сол себепті жылытып сүтті құятын боламыз. Жақсылап шекеріміз, жаңағы карамельді шекеріміз ерігенше араластырып аламыз. Сүтімізді бір шетке ала тұра, 2 жұмыртқаны бөлек кастрөлге салып, жақсылап бір араластырып, 2 ас қасықтай көрсетілген мөлшерде, әрине төменде көрсетіп өттім, кукурузный крахмал салып, біркелкі араластырып аламыз. Содан соң жаңағы араластырып алған сүтімізді, карамельді сүтімізді құйып, жақсылап араластырып аламыз, түйіршіктерін барлығын кетіріп, содан соң үлкен кастрөлімізге салып, тағы да араластырып қою болғанға дейін газде қайнатып алатын боламыз. Креміміз дәл осылай қою болған кезде отымызды өшіріп, дәл осылай сары май салатын боламыз. Сары май менде 82%-ды. Дәмі жақсы сары майды, сапасы жақсы сары майды қолданыңыздар. Ендеше креміміздің дәмі бұдан да дәмді болу үшін міндетті түрде сапасы жақсы вареный сгущенка қолданатын боламыз. Міндетті түрде дәл осы кремді әзірлеңіздер. Балды тортқа өте дәмді болып шығады, өте жақсы үйлесетін крем болады. Ендеше бөлек ыдысқа салып, кремді суыту үшін дәл осылай бетін стречпен мен жауып қойдым. Жаппасаңыздар беткі жағы қатып, түйіршік болып қалуы мүмкін. Сол себепті жауып холодильникке қойып қоямыз.
суығанша қойып қоямыз. Содан соң біз коржымызды дайындауға кірісетін боламыз. Балды тортымызға бізге көрсетілген мөлшердегі шекерді қайнатуға арналған кастрөлге салып, 3 ас қасықтай бал салдым. Отқа қойып, дәл осылай ерітіп аламыз. Ерігеннен соң 1 ас қасықтай ас содасын салып, дәл осылай көпіріп, 2 есе көлемі көтерілетін болады. Жақсылап қызартырып алатын боламыз. Дәл осы көріністе бізге қажет түске енген кезде отымыздан алып, үстінен 82% сары майды, яғни көрсетілген мөлшерде салып, жақсылап араластырып ерітіп алатын боламыз. Ыстық маса болғандықтан бірден сары майларымыз еріп кетеді. Ендеше массаны суыту үшін бөлек ыдысқа алып алатын боламыз. Қол күймейтіндей жылы болған кезде жұмыртқамызды салып, жақсылап шайқап жіберетін боламыз. Ыстық күйінде салатын болсаңыздар, жұмыртқалар пісіп қалуы мүмкін. Сол себепті аздап суытып, араластырып алып, ендеше көрсетілген мөлшердегі ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Әрине көрсетілген мөлшерде салыңыздар, аса қатты көп салатын болсаңыздар, тортымыз кішкене құрғақ болып қалуы мүмкін, қамыры қаттылау болып, көбірек кремнің суын сіңіретін болады. Сол себепті торт құрғақ болып қалуы мүмкін. Ендеше перчаткемен жасауға кеңес беремін. Қамыр өте қатты жабысқақ болғандықтан қолмен жасау өте ыңғайсыз. Перчаткемен өте жақсы оңай жасалынады. Көріп тұрғандарыңыздай қамыр өте жабысқақ болады. Қамырымызды дәл осылай әзірлеп болғаннан соң біркелкі 10 бөлікке бөліп алуымыз қажет. Медовый торттың дәл осылай жаңағыдай қамырды жайып жасау үшін міндетті түрде холодильникке қойып алып жатады. Бірақ та мен холодильникке қоймай бірден жасауға кірістім. Әрине өз қалауларыңызға қарай бетін жауып қойыңыздар, себебі қамырымыз кеуіп қалуы мүмкін. Қамырларды пергамент бумаганың үстіне жаятын боламыз. Столдың үстіне жаюға болмайды, себебі қамырымызды алу өте қиын, аса қатты жабысқақ болғандықтан өте қиындау болуы мүмкін. Сол себепті бірден пергаменттің үстіне жайып, дәл осылай 20 диаметрлі формамен кесіп аламыз. Үстін артық жерлерін алып тастамаймыз. Дәл осы көріністе 5 минуттан 160 градуста пісіріп алатын боламыз. 4-5 минутта пісіп шығатын болады. Одан аса көп ұстауға болмайды. Қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Барлық корждарды дәл осылай жайып, бір диаметрде кесіп, артып қалған жерлерімен бірге пісіретін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, корждар өте жұмсақ болып пісіп шығады. Мінекей мен барлығын пісіріп алдым. Көріп тұрғандарыңыздай, торттың корждары аса қатты қалың емес, жұқа етіп жасайтын боламыз. Ендеше тортымызды жинау үшін дәл осылай форманың ішіне бір коржды саламыз, және де дайын болған кремімізді, суып алған кремімізді әр корждың арасына 3 қасықтан салып кремді дәл осылай тортымызды жинап шығатын боламыз. Мінекей тортымызды жинап алдық. Ендеше форманы жайлап алып тастаймыз. Мен торты жинап болғаннан соң 10 минуттан соң бірден формасын шешіп алып тастадым. Уже бірден формасын жақсы ұстайтын болады. Ендеше қамырымыздың, яғни корждарымыздың жанынан артып қалған қамырларын дәл осылай блендермен езіп алатын боламыз. Бұл ұсақтау біздің тортымыздың бетін сәндеуге қажет. Егер де блендер болмаған жағдайда пакеттің ішіне салып оқтаумен біркелкі езіп алуға болады үстінен. Дәл осылай ұсақтап біркелкі болғаннан соң тортымыздың өзіңіздің қалауыңызға қарай сәндеп алып шығатын боласыздар. Силиконды қасықпен шеттерін біркелкі осылай тегістеп алдым. Қаласаңыздар біркелкі барлық жеріне ұсақтап алған торттың артып қалған ұсағын жағып шықсаңыздар болады. Әрине бұл өз қалауларыңызға байланысты.
Тортымызды дайындап алғаннан соң холодильникке 2 сағатқа қойып қоятын боламыз. Бірден кесетін болсаңыздар, жаңағыдай кремдері ағып шығып кетуі мүмкін. Сол себепті 2 сағатқа холодильникке қойып алсаңыздар, ол жақсы форма, жаңағы корждары кремді өзіне жақсы сіңіріп, дәмі өте дәмді болатын болады. Мінекей, мен сіздерге 2 сағаттан соң тортымызды кесіп көрсетіп жатырмын. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ кесіліп жатыр. Сіздерге де дәл осы медовый торты, яғни балды торты жасауға кеңес беремін. Дәмі өзгеше болып шығады. Міндетті түрде лайктарыңызды басып, каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Тағы да сіздерге қандай рецептер ұсынуымды қалайсыздар, міндетті түрде төменде өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.